Баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге осындай қамыры үлпілдек, жұмсақ болып шығатын, дәмді болып шығатын бәліштердің рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы қарапайым, жасалуы оңай рецепт. Бір жасағаннан шығады. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ағын қосамыз. Сарысын бетіне жағуға алып қалыңыз. Жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң шамалы тұз салып, сұйық май қосып, сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Сүт жылы болу керек. Ашытқымызды саламыз. Ұнды бөліп қоса отыра, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамыр сәл сұйықтау болса, ұн қосып, тағы да жақсылап илеп алуымызға болады. Қолға жабыспайтындай қамыр шығу керек. Қамырымызды илеп алып, пищевая пленкамен не болмаса мен сияқты салафанмен жақсылап орап, жылы жерге қойып қойыңыз. Арасында бір қайтарып алсаңыз өте керемет болады. Мінекей, 40 минуттан кейін шамамен осындай әдемі үлпілдек қамыр шығады. Енді жұмысымызға ары қарай кірісе береміз. Көз мөлшерімен осылай бөліп алдым. Булочкалардың формаларының қалай болуы өзіңізге, өз қалауыңызға байланысты. Мен мұнда бір-екі түрімен бөлістім. Егер ұнаса, менікіндей қылып жасасаңыз болады. Осылай әдіс маған ұнайды, себебі оқтаумен жайып жатпайсың, қиналмайсың, қолмен жасай бересің да, сондығымен ұнайды.
Булочкалардың арасына начинка салсаңыз болады. Өте керемет болып шығады. Мысалға осы түріне джем немесе варенье, шоколад салып жасасаңыз әдемі келеді. Барлығын противенге орналастырып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қойыңыз. Міне жарты сағаттан кейін формасын өзгертеді. Бетіне жұмыртқаның сарысына сүт қосып, 2 ас қасық сүт қоссаңыз болады. Осылай жағып шығасыз бетіне. Жақсылап жағып, өз қалауыңызша бетіне мак немесе кунжут сеуіп, қант сепсеңіз де болады. 200 градус қызып тұрған пеште 40 минуттай піседі. Пешіңіздің градусына қарайсыз. Мінекей, бәліштеріміз дайын. Өте керемет шықты. Түрінен де көрініп тұрған шығар, иә? Столға қоюға, немесе балаларыңызға. Міне қараңыз, қанша бассам да өзінің қалпына келеді. Ол деген сөз, арасының барлығы толықтай пісіп шыққан деген сөз. Арасы тығыздалып қалмайды. Арасы ешқандай да тығыздалып қалмайды. Жақсы болып шығады. Жасап көріңіз міндетті түрде. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.